жолаушылар, біздің ұшағымыз қонуға дайын. Шырайлы Шымқалаға қош келдіңіздер. Жергілікті уақыт таңғы сағат 8:00. Ауа райы +28 градус. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания, всего доброго. До свидания. Ассалаумалейкум. Нұрстаннан самолет қонған жоқ па әлі? Жоқ, әлі келмеді. Нормально, кеш кетті. Қызыңды күтіп жатсың ба? Жоқ, ей. Бастықтар Астанадан бір дерзкий қыз келеді деген ба деймін. Соны Гүлмен күтіп ал деді да, достоин. Осы жол кешкен кезде точно мойым жылып алатын еді бар ғой. Өмір кешігемде жүрем ғой. Алло, Майра, қалайсың? Жақсы өзің? Жақсы, қаяқтасың кез? Жұмыстамын кафеде. Аэропортта емессің бе не? Аэропортта не бар? Нарықтан Нұржанды көрдім ба мен? Қолында гүлі бар. Гүл дейсің ба? Мне кажется, соң біреу бар ау. Ай, Ақсәулем, енді сенің жақсы әнің болайын. Қалайсың? Ақсәулем, қалай жағдай? Шүкір күшті, өзіңіз. Керемет, не? Бас егін шақыртты ғой. Тыныштық па? Я, бүгін ерте келген. Нұрсұлтаннан қонақтар келеді деді. Нұрсұлтаннан? Я. Айтпақшы болмаған ол туралы ештеңе айтпады ғой. Қонақтар келеді Нұрсұлтан. Енді алдынан бері келіссөздер жүргізіп жатыр ғой. Енді барлығын бітіріп алып, бірақ айтайын деген шығар сізге. Жарайды, не ол айтпақшы? Анашың қалай сен өткенде ауырып болды дедім. Яға, тәуір болды, күшті, рахмет. Сәлем айтып барайын, қуанып қалады. Міндетті түрде айтсасын, бірде көмек керек болса, беймарал хабарласып бір жері ма? Болды. Шешесі баға. Сүтпен, сүтсіз, қара, көк. Ішем. Құстың сүтімен ішем. Мен не кіре берем, сен бас еген. Болды, ап келем ғой, я. Кір. Кірей, Аблай. Қайдан біліп қойдың? Ассаламуалейкум ва рахматуллахи ва баракатух, бастығым. Бастығым менің, бастығым. Бирбасым менің. Болдың ба? Досыңның бастық болған қандай жақсы? Бетінен толақты болған. Не үшін шақырдың? Бас екеуін? Осы әзілдемесек басыңа ұрады сен. Енді бастық екенің өтіріп па, оны менің намыстанасың. Нәрмәл не же? Кезінде мен саған серіктес бол дегенде өзің ғой бас тартқан. Енді маған не дейсің? Енді мен ақша, есеп киса, общение, печенье, неме переговор дегендерге жоқпын ғой мен. Иә. Ақша қазір бәрімізге керек. Саған да, маған да, тіпті біздің компанияға да ақша керек. Бізге инвестор тарту керек. Ұзақ мерзімді жобаларға инвестор табу өте қиын. Енді тапса енді, сенің жұмысың ғой. Айтпақшы, мен саған айтам деп ұмытып кеттім ғой. Мен жақсы бір маман таптым. Маман? Иә. Не үшін? Жаңағы инвесторларды табу үшін инвестициялық платформаға шығу керек. Ал ол үшін бізге пиарщик керек. Пиар менеджер. Мынадай. Пиарщик, пиар менеджерлар ма? Иә. Ондайлар бізде толып жүр ғой. Алсай соларды өзіміздікілерді. Бізге жаңа деңгей керек. Халықаралық деңгей. Креативтен хабарың бар ма сенің? Ой, оны істей алатын адамдар бар. Сырттан шақырып не қыласың оны? Шымкентті өзіміздің шымкенттіктерден басқа ешкім жақсы түсінбейді. Осы неге кер тарта бересің сен? Ой, басталды. Шақырсақ не болыпты? Әне. Жаңа көзқарас, жаңа леп. Жаңа көзқарас, жаңа леп. Келгенде сонда басқаша бір дүние болады деп тұрсың. Бәрі соқ алтында қалады. Былай болсын, мен өзім командамен жұмыс істей берем, басеке. Ал сен жаңа көзқарас, жаңа леп алып келген адаммен өзің бөлек жұмыс істей бер, ма? Енді біз көне көз қарттарымыз көз көзқарастарымыз, ойларымыз түйіспей қала ма?
абадырук ұят болып қалар. Сен оны көрген де жоқсың ғой. Танысқан да жоқсың. Көр, таныс, сосын тіл табыс кетесіңдер. Бізге Шымкенттің имиджін жақсарту керек. Туристер тарту керек. Осының барлығын бірге жасайсыңдар. Болды. Бір сұрақ Басеке. Тілдер қайт табысады осы? Кече. Жарайды, мен кеттім Басеке. Басқа айдарың жоқ па? Қысқасы былай, ол қазір кеңсеге келеді. Сендер Сабира екеуің жиналып осында келіңдер. Болды. Әңгіме бітті осымен. Бастық мен бе, сен бе? Сіз. Болды. Болды. Болады Басеке. Жақсы. Бар. Бұйра басымай. Кече. Ой, кешіріңізші. Ыңғайсыз қалды. Мен күтіп тұрсыз ба? Иә, қалай? Жақсы жеттіңіз ба, қалайсыз? Рахмет, жақсы. Не вообще? Ой, әпше болғанда. Қалай атайын сізді? Әпше дейін ба? Түсінбедім. Енді бір жерлерде тәте дейді, апа дейді, апай дейді, соны әпше дейін. Дина. Бір түрлі екен андай, Дина деші. Ол енді әпше дей берейінші. Сізді қалай айтайын? Нұржан. Нұржан інім деңіз, или Нурик десеңіз де. Так, Нұржан, Иә? чемоданды алып, Аха. отельге барайық. Заттар сол жақта тастап, кейін кеңсеге барайық. Қарсы болмасаңыз әрине. Ой, қайдағы қарсы. Сіз әрбір сөзіңіз қысыл документ қой. Қалай жақсы жеттіңіз әше? Өй, телефон амайтын болса немнеге ұстап жүреді? WhatsApp-тан да жауап бермей отырсың қарса қазір. Телеграм. Майра, Не? сен осы адам көп кезде телефонна неге жабысып тұра бересің? Өй, Нұржан, телефон амай атыр. Осы сендер ана жерден 2 сағат шайды сораптап отқандарында мен сендерге ештеңе демеймін ғой. Баршы бар, сөйлесіп алайық. Бастық біліп қойса тағы да сөз істейсің ғой сен. Барса бастығыңа жағына берсе өзің. Майра, мен сені ойлап тұрмын ғой. Ойламай қойыңдаршы, әшейінде ойламайсыңдар ғой. Айтпақшы, Майра, сен бір олигарх жігітің бар дегенге андай бересің оны? Өздерің хотя бы бір простой жігіт тауып алсаңдаршы, сөйтіп әңгіме айтасыңдар маған. Мазасын алатын қыздардан жігіттер шаршайды. Кім еді сен атың? Кім еді? Баршы, бір ақыл үйретпеші. Бір минут уақытым жоқ сен үйде отырсың. Баршы. Айтсаң да жақпайсың. Мақұл, өзің білесің. Өзім білем. Кіп кішкенде болып ақыл үйретіп отқанға сөйтші де. Бұлардың өйстіп ақылдар тасып кетеді ғой, әшейінде бірдеңе істе десең бармайды. Білмей қалады. Үйрету керек. Осындай кезде милар көбейіп кетеді да. Қазір телеграмына жазайыншы, жаңа шығарып тұр. Қалай әпше? Біздің ауарай зор Шымкенттің, е? Керемет. Ой, басқа жақта суық болса біздің Шымкентте жып жылы ғой. Қазір. Байып етпейсіз. Сұрамаппын ғой, қалай? Өздеріңіз денсаулықтарыңыз жақсы ма? Жақсы. Ой, ұзақ уақытқа келген сияқтысыз ба әпше? Ауыр сумка болыпсыз ғой. Қалай үйдегілер, көкемдер қалай, жақсы ма, апамдар? Сізге сәлем айтып жатыр. Ой, қойыңшы, мені танымайды да олар. Отырыңыз. Ема, жолыңыз алыс па? Ой, беймарал отыра беріңіз, әш пүш дегенше жетеміз қазір. Қазір. Қалай дейді әпше? Ыңғайлы отырсыз ба? Иә, жақсы, рахмет. Сізден бір нәрсе сұрайын деп едім. Күйеуіңіз бар ма, әлде бойдақсыз ба? Оны не қылайын деп едіңіз? Просто бізде Шымкентте сіз сияқты әдемі қыздардан да көніге алып қашып кетеді, тез-тез. Соны біліп жүрейін деген ғой. Енді алып қашып жатса, оны көрерміз. Ай, бәрібір бойдақ сияқты бағана бүйтіп, анда бүйтіп. Жүрісіңіздің өзі бүйтіп. Нұржан, мүмкін жүреміз? Иә, айтпақшы айтпейсіз. Қазір беймарал отыра беріңіз, әш-пеш дегенше жетеміз. Қазір зор өлең оқып қояйын сізге.
Жаныма кел, менің жаныма кел, жақындарды баймалайын жаныма кел. Менің жаныма кел, менің жаныма кел, жақындарды баймалайын жаныма кел. Сәуле, кіріш маған. Я Асқар Төлегенұлы. Нұржан хабарласқан жоқ па? Олар аэропортқа кетті ғой, ана кісіні күтіп алуға. Оны мен өзімді білем. Хабарласқан жоқ па деймін? Жақсы, хабарласайын. Одан да бейтші, Сәуле. Сен өзің барды, жаңағы қызды өзің орналастыр. Жарай ма? Ана Нұржанға сенім жоқ. Бір құдай білесін не істеп жүрген ол. Аға бекер уайымдайсыз ғой. Нұржан бәрін тастай қылады. Одан асқан пысық жігіт жоқ шығар бұл Шымкентте. Зыпылдамай бар дейме саған. Хорошо? Хорошо, хорошо демей. Қазақша сөйлеңдерші. Бопты. Давай. Тебя я вижу снова в круге, где твоя любовь в натуре. Выше мы напишем. Алло? Нұржан, сен не трубкаңды амайсың, а? Жан, мен саған сәлден кейін звондаймын, Сөйле салмайтындай не істеп атсың сен? Жан, мен рульдемін деймін, мен сәлден кейін звондаймын саған қазір, Жан. Кіммен жүрсің сен, өтірікші? Сен громкида тұрсың деймін, Майра. Мен звондайын дедім ғой қазір саған. Қазір видеозвонокпен звондайын, телефон көтеретін болып түсіндің ба? Шығып тұр сыртқа, 5 минутта келем қазір. Сыртқа шығып тұр. Вообще мен 5 минутқа бір жерге кіріп шықсам бола ма? Өтініш. Кешіріңіз, бірінші мені апарып тастаңыз, сосын кейін бара беріңіз. Жоқ, мен кірем де шығам вообще. Серьезно, кірем де шығам, 5-ақ минут вообще. Отыра тұра музыка тыңдап. Просто танцы в твоих глазах, искры взрываются. Это просто классно, ведь ты же знаешь, со мной опасно. Сөзім аузымда, махаббатмен келме менің қасыма. Сегодня мы тут в клубе качаем по полной, мы в натуре. Фантастика, у меня паника, жүрегім толған романтика. Тебя вижу в клубе, вновь нас соблазнила злая ночь. Сөзім аузымда, махаббатмен келме менің қасыма. Сегодня мы тут в клубе качаем по полной, мы в натуре. Ойбай, осы сен жындысың ғой деймін. Абылай, қалайсың? Аяғың ауыр емес пе дей? Осындайыңды қашан қоясың сен? Не ғой? Қоймай шығармын. Декораторлар келді ма? Келді. Сызбалар бәрі дайын, сен ғана күтіп отырмыз. Портфолиосын тексердің ба? Тексердім. Талай жоба жасаған екен этностильде. Олар қағаз жүзінде ғана. Әйтеуір, тағы да Алматыдан декоратор шақырып жүрмеңдерші. Бізде бар шеберлер жетеді, тек дұрыстап іздестіру керек. Абылай, бізде шеберлер жетеді ғой. Бірақ креатив жақ жетіспейді бізде. Не, креатив. Осы креатив деген сөздің мағынасын Асқар екеуі түсінесіңдер ме өздерің, Нұрсұлтаннан тағы да бір креативщица шақырып. Енді барып сонымен танысу керек. Былай істейік. Оған бармай тұрып қазір. Декораторлардың жұмысымен дұрыстап көз жеткізіп қарап алайық, тексеріп алайық, Кет па? Көйлек деген, көк көйлек деген, сәбері деген басым бар. Сен мені өлтіресің бар. Мен өлтірмесем. Менің ақшам емес деймін. Бастық ақшам берді, гүлмен күтіп ал деді ғой енді. Сен қалдында жүдамен. Біреуге гүл алып бергенді өлтіреді екесін да, мен саған звондағанда трубкаңды алуға шаман келмейді ғой сен? Қойш болды. Қойш, кешке сөйлесеміз, ана кісіні апару керекпін әлі. Түрі бөлек екен, Бірақ, действительно, андай киінгенде бөлек қой бейт. Өзінде бейт басқаша ұстап бөлек қой. Байқадың ба не? Мен
байқағанда енді бәрі саған жетпейді жаным. Шынымен ғой. Бір андай бір сұсты ма, бір суық па, бір сондай ғой негізі. Жасы қанша деген, е? Білмеймін, енді 30-ның ояқ бияғы ғой. По-любому. Мына жерде тұра берген бір түлеген жүз таныстырайын. Сен кет қой. Дина әпше, таныс қойыңыз. Саламатсыз ба? Мен есім Майра. Нұржанның жүретін қызымын ғой. Мына осы кафенің бас аспазшысы. Дина. Кірсеңші, Дина әпше. Шай ішіңіз, қонағым болыңыз. Көп рахмет, жоқ. Кіре салайық та, кіреміз де шығын. Жұмыста күтіп отыр. Нұржан, жүреміз ба? Мен апарып тастайсың, келеміз ғой. Таныстыңыздар ғой ең бастысы. Абайлап жүріңіздер. Абайлап жүр. Нұржан. Алло. Я мен қаладамын. Қайдасың? Қайдағы пробка? Босайтсыз, бастық ашуланып жатыр ғой. Я, күтіп тұрмын, бол. Артурсай? Жігіттер, мыналар не? Мыналар не енді? Мына тарихи түпнұсқаға дым сәйкес келмейді ғой. Не, үй жақтарына қора салып жатсыңдар ма не? Мына қаланың тарихи келбеті жоғалмау керек. Ертең күні туристер не үшін келеді? Біздің тарихпен танысу үшін келеді. Сендер жұмыстарын дұрыс атқармысыңдар, мына сабиралар сырттан шақырып жатыр бүткіл шеберді де декораторды да. Ертең айтады шымкенттердің қолына түк келмеді деген деп. Олақ бігінде жігіттер тарих біздікі ғой, мына қала біздікі ғой, жазсаңдаршы дұрыстап. Ат қорап салып жатқан сияқты. Сосын мынау. Название залов қалай дейді, цитадель. Қазақша жазыңдаршы мына не. Тілім келмейді уже. Қазір. Алло. Алло, Абош, қайдасыңдар? Недеміз, ескі қаладамыз. Маған су етіп тез келіңдерші. Я, қазір барамыз. Тез келіңдерші деймін. Ой, я. Жігіттер, в общем, түсіндіңдер ғой, ескертуді. Өтінемін, жігіттер, намысқа тырысыңдаршы енді. Ояныңдаршы болды енді. Кім Сабира кетіп жүр, шақырып жатыр. Негізі астында күте тұрсаңыздар болады. Иә. Жаман қайсы болды. Сол айтқызбай-ақ істесек те болатын еді ғой. Айтпа. Сен өзің алып келе бер, мен офиске кеттім, Майра айрат. Айттам. Айрса.
сұлулығын айта алмаймын ше. Сондай нәзік. Бірақ ана мінезі бар ғой, түрінен ақ көрініп тұр. Қатты екен. Сосын бар ғой, мә туфлин көрсең ғой. Андай Шымкентте таппайсың ондай туфлиді. Сіздің көздері мүлдем басқаша. Қарасаң бар ғой, қарап қап кетесің де, қарап. Қылыйма не көзі? Жоқ, әдемі деп атқаным ғой. Не, Басеке, біз сұлулық конкурсын өткізейін деп жатырмыз ба? Абылай, не болды? Сұлу болса жақсы емес пе? Соны айтамын. Түрі жыладан төменге дейді. Ештеңе болған жоқ. Оның не түрін езіп ішеміз ба, шай болсын? Болды. Сонымен қайда ана қыз? Қайырлы таң жаным қалайсың, неге үнсіз ғана қарайсың? Сағындың ба мені? Түсімде де табылғайсың жанымнан, көрсем деймін тіпті сені сағымнан. Алыстама менен. Ұқсайсың бейнеге ойдан табылғандай, келбетің ғажап кітаптан алынғандай. Сенсің ғой керегім. Әпше қалайсыз? Жаман тез түстіңіз ғой? Бірақ әдем болып тұршы. Кеттік. Ақтан қаптың ғай өттіңіз. Әпше анау. Мен бәрібір түсінбеймін, Асқар. Өзіміздің мамандарды жетістірмей тұрып, сырттан неменеге шақырасың оның бәрі? Сенде бір қоймайды екенсің. Айттым ғой мен саған, жаңа леп деп. Ол қаланы білмейді, сен одан да оған көмектес. Көрсет қаланы. Білмесен неге аласың? Жаңа маман алар кезде ең болмаса коллективпен бүйтіп бір рет ақылдасып алсаңшы. Оны ана хатшы қыз әдемі дейді, қайдан білесің? Вообще әдемі емес шығар. Оған мен көмектесу үшін оған. Алдымен ол өзінің жақсы маман екенін дәлелдесін. Ең бастысы, Асқар, менің мазамды алушы болмасын. Сен кімсің? Дина, пиар-менеджер. Жаңағы, мен Абылаймын. Қуанышқаныма таныстым. Танысқаныма қуаныштым. Қуанышыңыз қойныңызға сыймай тұрған. Айттым ғой, өте сонда бір қалжыңбас көңіл жаман деп ойлайсыз. Төрлетіңіз. Чай, кофе, Дина? Су бола ма? Су? Неғып тұрсың? Отырш. Қош келдіңіз. Біздің Чикагоға десең. Сәуле, қалайсыңдар? Сәлеметсіз бе? Не болатсыңдар? Келдім. Аты Дина. Жасы 30-да. Бойы ұзын блондинка. Асқар қайда? Асқар Төлеген өзінде Динамен жиналысып бара жатыр. Қандай екен өзі? Ой, өзінше. Шынында, ешкім де мені сенбейді, ал түрінен ақ көрініп тұр мінезі. Француженкаға ұқсайды. Біздің қазіргі басты жобамыз ол ескі қала. Ескі қалаға туристер тарту керек, танымалдылығын арттыру керек. Осы жобамен сіз Абылаймен бірге жасасаңыздар. Жарай ма? Енді Абылай мырза қарсы болмаса? Қарсы емеспін. Ойбай сізге қалай қарсы боламыз. Енді сіздей білікті маманмен жұмыс жасау бақытты күнде бұйыра берміз. Енді Асқарик, кешіріңіз, Басекеңнің айтуы бойынша сіз әлемдегі ең үздік ондыққа кіреді дейді, жаңа креатив. 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 Чемкенскийіміз өзі орысша тілге медиа.
Енді Асқар мырза тың жоғары бақтап жүрген шығар. Негізі бұл жақта да жақсы мамандардың бар екеніне сенімдімін. Жетеді. Бар. Бізге енді басқа жақтан маман шақырмасақ, күн түспей қалады ғой бізге. Қолда барда алтынның қадірі жоқ дейм, Асқар? Бұлай не болды саған? Асқар мырза ештеңе етпейді, мен түсінем. Оған дейін қаншама адамдармен жұмыс істеп келдім, мұндай адамдардың түр-түрін көргем. Менің ойымша бұл кісіде депрессия. Сіз не айтқыңыз келіп тұр сонда? Енді ашушаңдық, күйгелектік, мазасыздық. Оның үстіне көңіл күйіңіз де жоқ сияқты. Өз-өзіңізді бақылаудан шығарып алып отырсыз. Сізде депрессия. Сіз бұлай жүре бермеңіз. Негізі психологқа барып көрініңіз. Жоқ, психолог емес, психотерапевтке барыңыз. Өйткені ғалымдардың зерттеуі бойынша орта жастағы дағдарыстағы ер адамдардың тестостероны төмендейді. Ол остеопорозға келіп соқтырады. Одан кейін жүрек қан тамырлары ауруына шалдығасыз. Молодец. Көрдің ғой қалай абылайды. Дина, қош келдіңіз. Жүріңіз, мен сізді бүкіл коллективпен таныстырайын. Кеңсені көрсетейін. Тоқта, Асқар. Бір сұрағым бар саған. Сен дәрігер шақырттың ба, жоқ анау креатив маман шақырттың ба? Байқаймын, өзіңізді қатты ауырған сияқтысыз ғой, Жүріңіз, кеңсеңізді көрсетіп жіберейін. Ой, ханым! Қалың қалай. Таныспой, біздің жаңадан келген маман Дина. Дина таныспой, біздің Асекеңнің, Басекеңнің үйіндегі бәйбішесі Айханым. Өмір осындай сұлу ғой. Үй, жоным. Қуаныштымын. Мен де. Біздің Шырайлы Шымкентке қош келдіңіз. Рахмет. Айтпақшы, Динаға жаңа кеңсесін көрістейін деп. Дұрыс. Бара жатқам ғой, Сол, жүрді онда біз? Басай, жүріңіз. Өз-өзіңе бекем бол. Ғашығым бегама асылым менің аймалың болайын сенің бегама қарақат көздеріңмен жүректі жараладың келеттің қайтейін көк өректі іздіңа қалғанда бір мен үшін жарала керемет сезім беріп мағанда сен менің тереңіме жеттің байқатпай ақырын қарап шығып әлдегім бар ойды азап қыл ұнатып қалғанымды сездің асылым сездің жүректі ездің асылым бегама Сонда мен кеңсем паркингте ме? Кеңсем паркингте ме деймін? Жоқ. Енді лифт істемегеннен кейін екінші баспалдақтан былай көтерілу керек. Стиліңіз 80-90 жылдарда қалып кеткен сияқты ғой. Мұртыңызды айтам.
Мен мұртыма тисе бермеңіз. Аблай? Аблай? Ау. Ашыға кетіпті. Жоқ, ашамайды шығар. Не, тыңдаңызшы, Дина, сәл сабыр сақтаңыз. Мен тыңдаңыз. Жалғыздықта отыру жалпы адам баласының денсаулығына өте пайдалы. Мүмкін анау есіңізге кім еді оны психотерапевтеріңіздің номері түсетін шығар. Айтпақшы сұрауды ұмытып кеттім, сіз жалғыздықтан қорқатын ба едіңіз? Аблай! Айттым ғой, мұртыма тиіспеңіз деп. Аблай, өтінемасыңызшы? Аблай! Чимкен forever! О, Айхан. Жанымыз. Не істеп өтсің? Французша. Ал, айта бер. Асқар, мен базарға барайын дегем. Көмек сұраған оқырмандарыма азық түлік алып дегенде машинам жоқ, машинам бұзылып қалды. Жарайды. Бүгінше Нұржанмен жүре тұр. Асқар, мен қайырымдылық қорын ашам деп шештім. Той. Сен де бір қоймайды екенсің. Не керек саған сол? Қалай не керек? Мен үйде отырған адамын. Кішкене былай көмегім тисін елдерге бекер отырғанша. Шаршадым мен үйде отырғаннан. Содан кейін өзіңе де жақсы қайырымдылықпен айналысып жүр деп имиджіңе жақсы әсерін тигізеді. Ақша жоқ менде. Мен инвестор таба алмай жүрмін. Ақша жоқ. Жоқ? Жоқ. Иә. Бірақ Астанадан жаңа маман шақырып отырсың, не? Иә. Сен көрдің бе? Мынадай қыз. Сен көрсең жаңа осы жерде Абошқа сөйлегенде, Абоштың аузы ашылып қалған, жынданғаннан бұрты дірілдеп тұр ғой. Мен де тағалдым. Керемет қыз, кайф қыз, күшті қыз анау. Өзің таңдадың ба? Енді таңдадық қой. Бәріміз бірге таңдадық. Жаңағы сенің идеяң бар емес па, қайырымдылық қоры? Мынадай идея. Мен қарызға батсам да ақшаны табам. Жаным сол мен. Жарайды. Нұржан астында ма? Мен кетім ендеше. Дина қайда дем? Ау. Дина қайда дем? Дина ма? Динаға жаңа кеңсеңін көрсеткен, сол жерде қалған. Білем, келмеді ма не әлі? Жоқ. Қызық. Ана амфитеатрдың құрылысы басталды ма? Басталды. Басталады. Осы аптада. Әлі басталған жоқ па не? Осы апта басталады. Алдымдағы құжаттар бойынша осы аптаның басында басталу керек болған. Ал сендер осы аптада енді басталды деп отырсыңдар. Не істеп жүрсіңдер? Туысқан болмағанда бар ғой сен. Жарайды.
Оны қойшы. Өзім барып түстен кейін тексерім. Оларға телефон соғып айтып қой, мен келе жатыр, бастық ашулы деп. Қорқытып қоясың ба? Жақсы, ескертем. Сөйтіп сосын маған барып кофе алып кеш. Тез бір аяғың анда, бір аяғың анда. Былай сәулені жұмса кофе үшін. Жұмыс істеп отырмын ғой. Өзің алып бер. Соберуша, соберушки. Былай. Сүтпен. Жақсы. 2 талғант сал. Брат, енді асығыспын болыпты, жазасашы, сол жаңа штрафын кейін төлеймін десем, жібермейді, короче, принципке кетіп қойған ғой. Сөйтінде не істерін білмей. Брат, Жұмабектің бажасын Димо, короче, прикинь, проканала. Жіберіп. Сол, оказывается, действует, действительно. Ол ерунда. Сен не представляешь, бізге ше соска бір қыз келді ғой кәдімгі. Ананың түрі енді, ойбай, ана фигурасы да шы прям. Қаяқтан танысады сен, менсімейді қумаш. Нен танысасын ба, жолдас боламын деп айтам, қумаш. Как ходишь? Брат, не ғой? Мен сөзім қайтып алдым ау деймін. Бағана красотка деген ше, мынау түрі айнып кеткен заттынан. Бірақ түрі айнып кетсе де ше, фигурасы бар ғой кәдімгі. Қыздырып. Давай. Абылай. Абылай. Ойбай. Ай, ана баспен жаман қадалды бар ғой. Ау. Ана Динаны түскі асқа апарайықшы. Өзіміздің қонақ жайлығымызды көрсету. Ол онда тамақ жеу үшін келген жоқ, жұмыс істеу үшін келді. Ой, Абылай, қойшы. Тамақ ішуге келген жоқ, жұмыс істеуге келген жоқ деп жалғыз келді ғой. Абылай қайда? Қайда деймін, Абылай? Болыпты, жарайды. Қайда апарамыз? Мадленге? Жоқ әлде сандық жақсы сияқты, Оған бар ғой. Біздің көшенің кез келген тамағын алып берші. Өтеді. Білем ғой, Астанада ондай тамақ жоқ. Бізде кез келген жер тамағы. Абылай мырза, қандай қонақжай екеніңізді көрсеттіңіз. Менен жақсылық күтпеңіз. Егер сізге тыныштықта жұмыс істеген ұнамаса, Мен негізі қалжыңдаған. Қалжыңдадыңыз. Шымкентский қалжың. Шандаринский. Ай-пай-ай. Абылай мырза, сізге 12 мүшеңіздің саулығы керек қой, Олай болса, обайлаңыз. Карамель, баралем, бара бер таралем. Жаныңа беремін мен жаңа дем. Енді не болар маған? Параллель, карамель, тілімнің ұшында карамель. Тіліңмен ала бер кел, түнімен түнейді берілер. Кей отыма сен сүйді ерін, біз енді таттық менің келем. Нұржан? Ау, жинші.
Ана жаңадан келген қызметкерді сен күтіп алдың ба? Иә, гүлмен, как положено күтіп алдым ғой. Қайдан кепті? Нұрсұлтаннан қонды әйтеуір. Қандай қыз екен? Тұрмыс құрған ба? Жö, тұрмысқа шықпаған. Ана бүйтіп майысып қалған бір әдемше келген қыз екен ше. Соны неғып тұрмысқа тимей жүрген осы уақытқа дейін. Түсінбеймін вообще бар ғой. Астапайтын мүлдем тұрмысқа шығу. Бірақ сіз дұрыс жасағыз ғой жінше. Ерте ағама тұрмысқа шығып, өте дұрыс жасағыз ғой. Сонда не жігіті де жоқ па екен? Жігіті жоқ ау. Бірақ бар болса да ақымақ емес шығар енді. Сонда әп-әдемі қыз бір өзін Шымкентке жіберіп қойып. Ақымақ болып не болыпты? Енді алып қашып кетеді де жінше. Ойбай, алып қашатын неме кішкентай қыз беді? Бірақ действительно. Жасы үлкен болса да бір жас көрінеді екен, анда бірдей сумочка, бірдей туфли бүйтіп киіп алып, көніге әртүрлі көйлекпен ше. Неғып Асқар Еркіневичон жұмысқа алғанын да білмеймін. Соған қарағанда бір бай біреудің қыз сияқты шандай өзіне қарап қалған. Нұржан, сен Асқардың жұмысына араласушы болма. Шақырса, жақсы маман болғаннан кейін шақырған шығар. Әдемі болса өзіне, кімге керек оның әдемілік? Болды жінше, қайып етпеңші. Кірсіп кетіппін. Уақыт кеңістігі, ақын теріс қылды. Енді сезіміңді маған табыста. Алло, Абылай? Я қонақ үйдемін. Әрине көңіл күй жоқ. Ту, Абылай, сенде болмайсың. Қыздың келгені міне ғана сонша ренжіттің. Қазір түскі асқа барамыз. Я осында боламыз. Жақсы күтеміз. Сөйт, Дина келе жатыр. О, Динажан, жайнап тұрсың. Киімің жақсы жарасып тұр. Шымкентке келгенім жаңа, өзім осымен 3-ші рет киім ауыстырдым. Мүмкін бұл да жақсылық шығар. Алдымен түскі асқа барайық, сосын офис жаққа барамыз. Аға, жүр кеттік. Жоқ, мен түсінбедім. Неліктен маған Абылай соншалықты шүйлікті? Дина, бұлай Абылай енді жақсы жігіт. Тек мінезінің қырсықтығы болмаса. Біз ол екеміз қанша жыл болды бірге жұмыс жасап жүргенімізге. Мен үйреніп қалдым. Ал енді адам ретінде, маман ретінде өте мықты. Жалпы біздің Асқардың осыншама жетістікке жеткені Абылайдың арқасы. Яғни? Асқар мен Абылай бала кездерінен дос. Абылай болса жұмысты өте керемет жасайды. Оны тіпті ақша да қызықтырмайды. Жұмыстың шығармашылық барысына ғана қарайды. Кейде тіпті түнімен кеңседе қонатын кездері болады. Ал Асқар болса мықты, басқарады. Бизнестен хабары бар. Екеуінен жақсы жұп шыққан. Жоқ, енді қаншалықты мықты маман болсын дегенмен бүгінгі әрекеттері тым артық. Келісесіз ғой, Ол жігіт. Мен қызбен осыншалықты қалжыңдау деген... Динажан, көресің осыдан. Әлі ақтыл табысып кетесіңдер. Егер Абылайды жұмыс барысында көрсең, оған деген көзқарасым өзгеретініне сенімдімін. Жалпы Абылайдың жүрегі таза адам. Мен қиналған кезде де талай қол ұшын берген. Сіз Абылай екеуіңіз бір-біріңізді жақсы танитын сияқтысыздар ғой? Әрине. Біз бала кезден доспыз. Жалпы біздің үйіміз Алтайдан көшіп келген. Ата-анамыз алғаш келген кезде Абылай да, ата-анасы да бізге алғашқылардың бірі болып көмектесті. Сол үшін де мен оны сыйлаймын, құрметтеймін. Айтпақшы, апа мен атамды жақсы көремін. Негізі Абылай бір түрлі, Қалай? Түсініксіз. Мүмкін сыртынан солай көрінетін шығар. Бірақ жақын аралассаң, өте мейірімді жігіт. Сондықтан сен де ашуыңды басып, оған да бір мүмкіндік бер. Сабира, білмеймін. Сен болмасам, мен бүгін бүкіл Шымкентті, Шымкенттің тұрғындарын бәрін жек көріп кетер ме едім. Жарайды енді. Қайырлы күн, қыздар. О, Абылай, кел.
Дина, сен ренжіме? Кешіріңіз. Мен сәл артықтау кеттім. Жігіт адамға жараспайтын қылық жасадым. Сіздің қандай адам, қандай маман екеніңізді білмей тұрып, асығыстау шешім қабылдап қойдым. Қант қошы ма? Сосын, егер қарсы болмасаңыз, мамандар ретінде жұмысымызды қалайды? Басынан бастасақ. Сіз түсінуге болады, иә. Нағыз мамандар ретінде бастаған ісімізді соңына дейін жеткізейік. Айттым ғой, нормальный қыз деп, кәне, алып қояды. Сол үшін. Алыңыз. Жарайды енді. Я, аламыз. Ондай болса, екеміз Динаны апарып, ескі қалашыққа таныстырайық. Жұмыс барсын көрсін. Апарайық. Тағы да адастырып кетеміз. Қалжындай береді осылай. Жаман қарным ашты бүгінше. Азаннан адам тасумен болдым ба? Бөлмей көт. Айтпақ бір қызға айтып берейін ба? Бүгін ана жаңадан келген қыз бар емес па? Подвалдан шықты да серке тағағасын ғой, жаным қалмады анын түрін көріп. Не oldu? Нұржан, жаңадан келген қыз подвалдан шыға ма, подвалға қона ма, мен не шаруам бар ода? Мен өзім проблемам былай басымнан асып жатыр. Не болып қалды? Не болды саған? Не болды? Қашан үйленеміз? Өйстіп жүре бермекшісің ба? Басталды. Үйдегілердің бәрі таниды ғой, мамадан ұят болып кетті ғой, қашан деп күнде сұрайды. Бітеміз. Үйленсең үйлен, үйленбесең қой. Мен сені өмір бақи сарғайып күтіп жүре беретін 1 минутта уақытым жоқ. Именно осы әңгімені тамақ ішетін кезде қозғау керек па? Үйленеміз бопты. Точно үйленеміз ғой, Шынымен ба? Адам ұсап жеп алаш, деді қой. Ал жауап жазаш. Онда бітеміз, Кастақта. Онда бітеміз. Әдемілі предположение жоқ. Предложениені өлтіріп жасайсың. Ана бриллиант тағасын, құдай қаласа, сосын ана гүлдермен әдемілеп жасайтын кезде романтичный қып жаса, қасымдағылардан пазыр болмайын. 22 жасқа келген кезінде өйстіп жасапты, албастай қып істепті деп айтып жүрмесін. Бопты. Адам ұсап жеп алайш өтініші. Жібер. Аджиға ма бір нәрсе ашқына, тұз жоқ ба бір нәрсе? Аджиға? Ойбай, аджиған төбеңнен жаңбырша жаудырамын ғой. Қаяқ деді ол? Динам, сен біздің ескі қалашық туралы естіген шығарсың, иә? Бұл негізі Шымкент үшін ғана емес, еліміз көлеміндегі ауқымды жоба болып жатыр. Қазақстанның ескі жәдігері ғой. Негізі көргем суреттерін сайттардан, бірақ қазір өз көзіммен барып көретініне қуаныштымын. Әрине. Бұл жерде цитадельдің аумағы 5-3 гектарды құрғайды. Мұражай аумағынан амфитеатр, ежелгі мұражайлар мен галереялар бой көтереді. Қала қонақтары мен қала тұрғындары үшін керемет болайын деп тұр. Жалпы енді өзіме ұнап тұр. Ал біздің міндетіміз осы жерлерді танытып, жарнамалап, Шымкентке көбірек туристер шақыруымыз керек. Туристер міндетті түрде көп болады. Бұған мен сенімдімін. Тек ана ақпараттық жұмыстарды біраз жандандыру керек. Дұрыс айтасыз, әсіресе әлеуметтік желілер жағын қолға алуымыз керек. Кешіріңіз. Сіз де кешіріңіз. Көзіме бірдеңе түсіп
Ескі қала деген осы. Неғып тұрсыңдар? Жүріңдер көреміз. Ең бірінші табылған осы жәдігер. Осы нысананы жасады ғой. Мана арба, қаншама уақыт кетті осы арбаны жасауға. Содан кейін... Асқар Нұрсұлтаннан жаңа қызметкер шақырыпты. Шақырса не болды? Сәлеметсіз. Әдемі жас қыз. Тұрмыс құрмаған. Онда тұрған не бар? Қалай не бар? Не де болса алаңдайды кесін. Әй, олай болса, сен Асқарды жалғыз қалдырма. Қасында жүр. Асқар үнемі офиста. Ол қыз жұмыста. Мен не деп барып алам күнде? Мен олай өзімді төмендете алмайым. Ендеше... Балаңды қасына қой, жүрсін. Бәрін біліп отырады, зато. Мынауың дұрыс. Бизнеске үйретсін деп жіберем. Қасына қосып қоям. Сәлеметсіз. Здрасте. Мен бәрін білемін. Компаниясының препараты 91,7% жеңілдікпен қосты. Енді компания 2004 жастағы бүлдіршіндерге жүргізген зерттеу нәтижесі жыл соңына дейін шықты. Саламатсыз ба? Мынау сізге. Рахмет. Жақсы сау болыңыз. Армысыздар. Биыл косметика, киім және аяқ киімді онлайн алуды жөн көрді. Қазтрек сауда саясатын Сырғаңызды көлікке ұмытып кетіпсіз. Гүліңіз әдемі екен. Шымкентский роза ғой. Жақсы, ертең кекседе жолығармыз оны. Сау болыңыз. Қайырлы түн. Гүл дейсің ғой сонда. Гүл. Мал қасса жемейтін шөптің гүл деп. Бопты, көреміз. Қызғанба, бұлай қызғанба. Асқар, сен бүгіннен бастап жас ұланды офиске алып жүрші бірге. Не үшін? Енді не үшін болғанда бизнестің қыр-сырын үйреніп жүрсін, жанында жүрсін. Оның үстіне ең табысты адамдардың барлығы балаларын кішкентай кезінен үйретеді бизнеске. Қайдағы бизнес? Ол әлі кішкентай емес пе? Мектепке барсын, сабағын оқысын одан. Сабақ жоқ қой қазір. Демалыс қой. Ойбай, балам өскенде бәрін өзім үйретем өзіңе деп едің. Ал өсті балаң, ал үйрет. Сен де айғаным, бірдеңені ойласаң бар ғой, бәрібір соны бар ғой, істемей қоймайсың ғой. Өлі. Сонда мен өзімді ойлап отыр деп ойлайсың ба? Мен баламның болашағын ойлап отырмын. Менің пікірім біруге қызықты ма? Ойбай, не болып қапты? Әшенде офиске барғанды ұнатып едің, қазір не болды? Жай сұрағым. Сен жай айтпа. Сен тамағыңды іш, үлкендердің әңгімесіне араласпа. Онда бұл мәселе шешілді деп санайық. Тағы мәселе бар ма не? Айтпақшы, мен бүгін әлеуметтік жобам бойынша жалғыз басты аналармен кездесуім керек болады. Соларға анауын алу керек. Ақша бересің ба?
Сенің қорың әлі ашылған жоқ қой. Қорың ашылсын. Содан кейін ақшаңды аударамыз, болды емес пе? Асқар, мен сол қордың ашылған күтіп отырам ба? Қазірден бастап көмегім тисін да? Ақшамыз бар, Құдайға шүкір. Содан кейін бар ғой, мен сенің көлеңкеңде отыра алмаймын. Мен өзім жеке тұлға ретінде дамуым керек. Қалай түсінбейсің? Жарайды, ақшаңды аударам. Тыныш қана отырып тамағымызды бітірейікші. Жейсің. Кеше бір ауыр күн болды. Жұмысқа жаңадан Дина деген қыз келді. Абылай екеуі бірден сөзге келіп қалмасы бар ма? Абылаймен ба? Иә. Тыныштық па не болып қалды? Абылайды білесің ғой. Қалжыңдап қызды қамап кетті. Қамаған емес, қайда қамаған? Қатыра деп олар. Абылайды білесің ғой, бір қырсықса бітті. Дина оған психотерапевтке барып көрін деген екен. Соған ашуланып қамап кетіпті. Абылай бетіне шындықты айтатын адам табылыпты ғой. Ана қызға қазірден қайран қалып отыр. Молодец, жарайды. Түү, Батыр, сен де. Түү, Батыр, сен де онда рас қой. Біздің төре жігітті орнына қоятын бір қыз табылып жатса, жақсы жаңалық емес пе? Әлбісі ана Абылайың тым асқақтап кетеді сен. Абылайды білесің ғой. Оның қыздарға деген сенімі кеткен, бұрынғыдай емес. Өткенді ұмытатын кез келді. Одан бері қанша жыл өтті ғой? Айтуға оңай әрине. Оны да ұмытқысы келетін шығар. Ұмытқысы келгенде біз немеге таң азанмен Абылай жайлы әңгімелесіп кеттік. Давайте жиналып десе сендерді апарып тастайық. Кел ғой, Аружан. Мен кетуім керек. Тамағыңды ішіп ал, қазір әкең асығып жатыр. Ғашығым бегама, бегама, бегама. Асылым меніңа, меніңа, меніңа. Аймалың болайын сеніңа, сеніңа. Бегама, 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 бегама. Қарақат көздеріңмен жүректі жараладың кенеттен, қайтайын көк көректі іздіңа. Қалғанда бір мен үшін жарала кереме, сезім беріп мағанда сен менің тереңіме жеттіңа. Байқатпай ақырын қарап шығып, менлігім бар ойды азап қылып, ұнатып қалғанымды сездің асылым сездің сездің жүректі ездің ездің асылым бегама, 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 Үй, неғып жатсың жастығыңды қолданбай, үй, неғып жатсың мандайтынды ойланбай, үй, жүргеніңде жайбарақат жайғалып, үй, кетіп жүрмесің ми қиға айналып, ми қиға айналып, ұсақ түйек беру үшін келмеп еді қой, ірі еді қой, биік армандарға жету үшін терлеп еді қой, өрлеп еді қой, бала қиған соңынан біз алып ұшып берген едік қой. Саламатсыз бәпше. Келеді қой, арымыз уәделерді берген едік қой, сөнбеп едік қой. Қалайсың, Нұржан? Онша емес. Не болып қалды?
Кеше қызыммен жолыққам ғой. Үйленейік дейді. Мә, сүйген қызыңа үйленгенде тұрған не бар? Жоқ. Мәселе үйленуде емес. Мәселе ақшада да. Ол менен андай романтика күтеді. Күніге гүл, там, серенада. Оның бәрі ақша ғой. Олай болса істеңіз, ол ондай қымбат тұрмайды. Какой там? Вообще, қарасаң, жүзік, гүл, ресторан. Мен анау үйленуді айтпай-ақ қойдым. Қалың малы бар еще. Ой, расход қой оның бар. Иә. Одан да сол ата-бабаларымыз сияқты алып қашам ау сол. Осы әлгінге шейін алып қашып кете ма сонда? Конечно. Ой, мына біздің Шымкентте статистика бойынша күніне 1-2 қыз алып қашылып отырады. Олар өздері де үйреніп қалған қыздар уже. Шыңғырмай, бақырмай отыра береді машинаға. Менің ойымша ол дұрыс емес. Ол да біреудің мәпелеп өсірген қызы. Ол да өз сүйіктісін екеуге шыққысы келеді. Бірақ бір қызығышы, осылай алып қашып кеткендер бақыттырақ сияқты маған. Үйлену андай махаббат болып қосылғаннан гөрі. Оның бақытты я бақытсыз екенін кім біледі, а? Жанына ешкім кіріп шығып жатқан жоқ. Бір алып қашып кеткеннен кейін қайтып келу ұят. Табалдырықтан аттағаннан кейін қалу керек. Сондықтан мен ойымша ол дұрыс емес. Бірақ ол да бар, дұрыс айтасыз. Енді просто жаңағыдай жынданып, бір ашуланып, неше түрлі ой келеді да. Ренжімеңізші, мен проблемаға жібердім ғой. Енді саған келетін болсақ, еңсеңді түсірме. Бір нәрсе ойластырармыз. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Бермесін қиға айналып, миың қиға айналып, миың қиға айналып, миың қиға айналып. Осы адамдарға таң қалам ше. Біз мына Шымкенттен көшіп, ана Нұрсұлтанға жете алмай жүрсек, олар осы Шапатырмаға көшіп келіп жатыр ғой бәрі. Кімді айтып отырсың? Оля, кім түсінесіз? Динаны айтамын да жаңадан келген. Ойлаш, сенің Астанада үйің бар, жұмысың бар. Жоқ, сен бәрін тастайсың да, ол жаққа көшіп келесің. Шын ұрған ғой деймін бәрі. Мүмкін жақсы ақша төлеп отқан шығар. Осы алтынмен аптап, жақұтпен қаптап тастаса да мына Шымкентке келмеуші едім бар ғой. Бір түрлі ғой адамдары. Кішкентай қалай жүр. Қойшы айналайын Сәуле, не отсаң сонша? Өзің де осында туып, осында өстің ғой. Әркім өз ойы бар. Шымкентте соншалық жаман қала емес. Сендерге айтсаң да, айтпасаң да жақпайсың. Тура беттеріңе қарап сөйлеуге болмайтын болды ғой тегі. Осыдан көресің. Кетсем, қайтып келмеймін. Жолың болсын айналайын. Саламатсыз, кешіресіз. Сәлем. Қалайсыз? Жақсы. Сәуле, Жасұлан бүгіннен бастап осында жұмыс жасайды. Бүкіл жұмыстың барлығын көрсет. Жақсы. Жасұлан, айтқан істе. Жақсы. Түсінің ғой? О, шешеңнен тартпай қалғыр. Осында тұр, айтқанын істе. Алып кетші бұл. Жүр, мен саған кеңсені көрсетем. Сонымен әріптестер, көне қала жобасы ең басты жобамыз. Сондықтан екеуіңіз соған жауаптысыздар. Дина, сіз халықаралық деңгейдегі танымалдылығын арттыру бойынша болса, жергілікті мәселелерге Абылай сен жауаптысың. Асқар мырза менің бір ұсынысым бар еді. Әрине. Менің ойымша біз тек қана көне қалашықты емес, сонымен қатар Шымкенттің басқа да әдемі жерлерін насихаттауымыз керек. Өйткені енді қалаға келген адамдар бір күн ғана емес, бірнеше күн қыдырады. Сондықтан Шымкентте басқа да әдемі жерлер бар, танымал мейрамханалар бар. Сол жағынан біраз жұмыс істесек. Әрине ойыңыз дұрыс. Біз бұл бағытта да жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ біздің басты жоба ол Цитадель. Иә, Дина ханым, кешірім өтінемін. Асқар дұрыс айтады. Біз негізгі нәрседен ауытқымағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Басты мәселе бізде Цитадель, соны бітірейік, одан кейін қалғандарына көшіріміз. Рет-ретмен. Мейлі. Келесі мәселе.
Цитадельдегенде дұрыс айттым ба? Қалай? Цитадель. Цитадел. Қоя сал. Күнделікті жұмыс уақыты сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін. Бірінші, маған және Басекеңе кофе дайындайтын боласың. Мен латте жақсы көремін, ол американы жақсы көреді. Түсіндің ба? Түсіндің ба? Иә. Сосын құжаттардың көшірмесін барлығын сен жасайтын боласың. Сосын барып кел, шауып кел, барлығы сенің міндетің. Басекең айтты, мен тыңдауың керексің. Сол себептен мен не айтам, соның барлығын орындайсың. Okay, no problem. Түсінбедің? Жақсы, енді тағы не істеу керек? Әзірге осы. Ойланып көремін. Ұмытпа. Ал, қош келдіңіздер. Кофеден алып отырыңыздар. Сонымен, не шаруамен келдіңіздер, айта беріңіздер. Шаруа болғанда былай ғой. Біз Шымкент туралы YouTube жоба бастайын деп жатырық. Өте ауқымды жоба барысында біздің Шымкент қаласының көрнекті жерлерін, жастардың баратын ортасын, мейрамханалар, дәмханалар, былайша айтқанда Шымкенттің зор жерлерін бәрін көрсетуіміз керек. Түсінікті. Иә, осы бір сөзбен айтқанда, бұл әшейін жоба емес, жаңа жоба болса деп жатырық. Соның жарнамалық жұмыстарын, пиар дейді ғой, соны сіздер алсаңыздар қалай? Ақшасын төлесеңіздер болды, зыңдай қыламыз. Жарнаманы да, пиарды да. Зыңдай қыламыз. Дина ханым, награды сізге беріп жүрек. Рахмет. О, қандай әдемі гүл. Абыш, талғаң өзгеріп бұл. Әлде, екеу. Қалжың. Абыш, Дина бізге жаңа тапсырыс түсті. Дина, сол жұмысты саған тапсырам. Абыш, сен көмектесесің. Мен уақытым. Уақытым жоқ емес. Шымкент қаласы туралы YouTube-қа жаңа фильм түсіреміз. Соның пиары, ұйымдастыру жұмыстары барлығы өздеріңде. Дина, жазып ал. Фильмде Шымкент қаласының ең әдемі деген жерлері, ең дәмді деген мейрамханалар және жастардың жақсы көретін жерлері болуы тиіс. Сосын... Алдындағына дәл осы идеяны сізге айтқан мен негізі. Жоқ, мүмкін емес. Бұл идея маған жаңа ғана келді. Жаза бер. Келген қонақтар осы фильмді көріп, Шымкент қаласы туралы бүкіл мәліметті алуы тиіс. Сондықтан барлық жұмыстарын тастап, осы жұмысқа кіріс. Жарай ма? Онда мен Шымкентті біраз аралап шығуым керек қой, Иә, әрине. Сәуледе бүкіл ақпараттар бар. Абыш, не болды? Мұртың салбырап кетті ғой. Қош? Сен бүйтсе шашың жалбырап кетті. Жарайды. Динаға көмектес. Абылай. Естідің ғой, Шымкентті біраз аралауым керек. Соған сен бір көмектесіп жіберсең. Мен негізі сайттардан қарадым. Бұл жерде Дендропарк, зообақ, танымал самса, балмұздақ, сол, басқа не бар? Шымкенттің барлық жері ерекше. Кез келген жерін түсіре берсең болады. Мүмкін Шымкентті гүл әкеп берген жігітің жақсы білетін шығар. Сонымен қыдырып қайт. Сәлем достар, міне біз Шымкенттің ең үлкен базарына келіп қалдық. Қазір жағдай төмен, жалғыз басты аналарға біз азық түлік алмақшымыз. Айтпақшы достар, мен өзімнің қайырымдылық қорым орналасатын кеңсе іздеп жүрмін. Бұл менің ең маңызды жобаларымның бірі. Нұржан,
Сондықтан араларыңызда маған көмектесем деушілер болса, міндетті түрде мына сілтемен жоғары қарай тартыңыздар да, маған хабарласыңыздар, ақпараттың барлығын сол жақтан біле аласыздар. Нұржан, ана алманың бағасын білесіз? Берді қымбат, сен таныстан бар. Жақсы достар, күндеріңіз сәтті өтсін, барлығы ойдағыдай болсын. Пока-пока. Дұрыс тапсасай. Сіз ана жасыл кнопшені басасын. Бәрекелді, Дани. Естіп адам боласың. Сәуле, Асқар мырза соңғы жобаның құжаттары сенде деген. Я? Почыңызға жіберейін? Жібере салшы. Сәуле, мен Шымкентті біраз аралап шығайын деп едім, соған сен сияқты жас әдемі қыздар қайда барады, не жейді, бос уақытын қалай өткізеді, соған біраз көмектесіп жіберсең, бұл жерде баратын жері жоқ осы. Бұл Шымкент қой. Алматы мен Нұрсұлтан болса түсінер едім. Бір ойланатындай қай жерге барсақ болады деп. Біздің жастарымыздың барлығына іштері пісіп быт-шыт болып жүр. Шымкент негізі өте әдемі қала. Қыдыратын жерлері өте көп. Мысалы, Дендра парк бар, Жайлау көл паркі бар, Шымкент плаза бар. Қызық емес. Жайлау көл паркі. Айтпақшы, менің атым Ержан. Мен Асқардың ұлымын. Біраз уақыт осы жақта жұмыс жасайтын боламын. Если что, любой уақытта call me. Жарайды. Окей. Рахмет. Құжаттар жібере сал. Жүрін. Не айттың? Соларсың дедім. Дымда. Бол тез жаса ананы дұрыстап. Дұрыс емес мынау. Қайттан жасама. Абылай, саған не болып жүр? Маған не болды? 2 күн болды көңіл күйің жоқ. Ана Динаның да мазасын алып біттің. Көмектеспеймін, уақытым жоқ деген не? Енді, Сәбира, сен де қызсың, уақытым жоқ екен рас қой. Онымен қаланы аралап жүрсем, мына шаруаның бәрін кім істейді? Ой, Абылай, қойшы. 1-2 сағат уақытыңды арнасаң жетер еді ғой. Кеше ғана кешірім сұрағансың. Бүгін тағы қырсығып қалыпсың. Сәбира, қойшы болды енді. Динадан басқа бізде талқылайтын мәселе жоқ па? Айтпақшы, бізде қолөнершілердің көрмесі қашан болатын еді? Ол 1 аптадан кейін дайындықтарының бәрі бітті. Енді бір шеберлермен кездесіп пысықтап алсақ болды. Негізінде көрме ашық аспанасында болады ғой. Күшті болады деген ойдам. Жақсы екен, Не, айтпақшы, музыканттар болатын болсын? Олар шақырып қойдым. Өзіміздің ұлттық ансамбль. Домбыра, қобыз, андай. Үлкен оркестр болып өтті ме? Келген кезде дейтіндей қонақтар бар. Шақырып қойдым олардың бәрін. Қонақтар демекші, шетелдік қонақтардың жататын қонақ үйін реттедіңдер ғой? Оларды бірінші кезекте орналастырдым. Тура осы жерге жақын маңайда қонақ үй. Айтпақшы, Абылай. Мүмкін Динаға бір сыйлық аламыз осы жерден? Сырға ма, алқа ма? Қойшы. Ана 2 сағатты құм сағаттың орнын ауыстырыңдар, ана жер қоясыңдар. Сосын ана ойуды алып тысаңдар. Кешіріңіз, Насырғаның бағасы қанша? Талғаның артаңдауым сай келмейтін әлі мені Мысырлық миықтарға ерме Тарғымысың мияулап келе тұрмалайды сені Тезірек келмен әтерге Карамель, баралем, бара бер таралем Жанына берем мен жаңа дем Енді не болар маған Параллель, карамель, тілімнің Кешіріңізші. Қалайсыз, Нұржан? Нормально. Мен Шымкенттің әсем жерлерін көрейін деп едім ғой, соған мүмкін Майра екеуміз маған экскурсия жасайсыздар, Жақсы, жарайды. Майра да қарсы болмайтын шығар. Жастарға жерге барып демалады дегендей. Шымкент плаза, Арбат, сол жақтарға барамыз ғой.
шал. Иә. Ана баламен сөйлестің бе? Не дейді? Үйленетін ой бар ма, жоқ па? Бала не, жалғыз менікі ме? Өзіңше. Өзің неге сөйлеспейсің? Қызық па демей? Айтып жатырмын мен. Үйленетін болса бір хабарын берер. Өзің әкесісің. Былай келген кезде еркек сияқты сөйлеспейсің ба былай? Онсыз да мазам болмайды. Басымды алып берші. Менің жаныма келсе, бір молқау адам сияқты үндемей кетеді ғой. Екеуің пыш-пыш етіп, әңгімелерің бітпейді. Әр нәрсені бір сұрай бергенше, одан да соны сұрамайсың ба? Айтудай-ақ айтып жатырмын. Оның үстіне өзі анау қырсық өзіңе тартқан. Бір беткей айтқанынан қайтпайды. Оның үстіне анау алдыңғы жағдай бар дегендей. Жай болды, доғар. Өткен өтті, кетті. Жігіт емес пе, а? Бір сәтсіздікке бола енді өмір бойы жалғыз өтпейтін шығар. Ер жігіттің басы талай соғылады. Соғын бала қайсып қалса, онда немесіне шалбар киіп еркек болып жүр, а? Оны өзіне айт. Маған несін айтасың? Былай келгенде жақсылап сөйлестеші. Жасымыз болса кеп қалды. Немере сүйетін кез бола ма өзі жоқ па? Кейінгі кезде қорқайын дедім. Сенің де жүрегің сыр бере бастады. Жай болды. Қайдағын айтпа. Отыр. Әлек келін сүріп, қолынан шай ішіп, немереде сүйеміз. Жас келген сайын адам қорқа береді екен ғой. Баяғыда деймді, өлмейтіндей болып жүрушек. Енді міне төрімізден көрім жақындаған кезде әр нәрседен қорқа беретін болыппыз. Әйтең бар? Саған не болған? Ал жейін дедің ба? Қай-қайдағын айтып. Адамда шай қой. Екеуміз жақсылап отырып, терлеп, тепшіп шай ішейік. Алшыған басы. Шай қойған қой. Қайнап тұр. Жүр, шай ішейік. Жүр, ой-бой. Анан аласың ба? Анан алайын. Опа. Сенің жүзіңнен сезімді көрем, бақытқа толы кезімді көрем. Жараланғанда, жаным ауырғанда, сені менен емделем. Сенің көзіңнен өмірді көрем, кіршіксіз таза кезімді көрем, тек бір өзіңнен. Иә, бұл басы. Қошқарада деген бізде блок, жердің астынан ағып ішіп көрсеңіз де болады. Бұл бізде Қазақстандағы ең таза су болып естіледі, енді Шымкентте да. Анда мягкие. Пожалуйста, любой жерден алып ішесіз. Не ғой? Сосын ар жаққа қарай ағады, иә? Иә, ар жаққа қарай ағады. Адамдар о жақта уже демалады. Жазда енді ыстық қой бізде Шымкентте. Күн быжып тұрады сол кезде. Бұл жерде жаңа басынан су іштік қойшы. Мына жерде адам жазда мың болады. Қырғын араларынан бүйтіп. Бұның ішінде еще балықтар бар. Қараңызда. Жоға уайымдама. Қазір ана балықтар жүр. Кетті көрме қарағым. Әне ортада. Жадыраймын да шынайы күле. Қымбатсың маған, әлі де жұмбақсың, сендей жанды іздеген. Сенің жаныңда арманға сенем,
жарық дүние жалғанға сенем, тек бір өзіңнен ғана сәуле көрем жаным, көрінбеген өзгеде. Жарық бердің жанға қараңғы, емдеп алдың ескі жарамды. Мен де сенің барың боламын, бағың боламын, жаның боламын, жарың боламын. Дирапшай мінеке, асаңшы. Бұл біздегі Шымкенттегі севердегі мороженое дейді. Ең тәтті. Ең танымал. Айтшы. Иә. Мына жерде жаздың күні ыстықта километр болады очередьлерде. Адам. Северда мына районның аты өзі север. И содан кейін мороженое на севере болып кеткен да. Қалада біреу ақ қой. Сонда ма? Бірдей ғой да. Ана ерген жерін жесеңіз, жанында ерген жері. Жандармыз біздегі. Абылай, Дина қайда? Білмеймін. Қалай білмейсің? Солай? Қайда кетті? Білмеймін. Не болған бәріңе Дина деп. Жүрген шығар қалада қыдырып. Енді ол қаланы білмейді ғой, сен оны жалғыз жібере салдың ба? Балама не адасып кетеді? Мен өзім звондайыншы. Енді барып көрсетіп, көмектессең нең кетеді? Ондай адамдар жететін сияқты. Алло, Дина? Алло, я Сабира. Қай жақта жүрсің? Мен қаланы аралап жүргем қыдырып. Кіммен? Қасымда Нұржан, Майра. Қазір мен келем, иә, кішкене күт. Жарайды. Абылай, Динаны Нұржан мен Майра қыдыртып жүр екен, жүрші барайық паркке бізде. Бармаймын. Ой, өзім бара берейінші. Точно бармайсың ба? Дина, кешірші, оралшы. Нұржан, Майра, рахмет сендерге. Екеуінің арқаларында Шымкенттің неше түрлі әдемі жерлермен таныстым. Тамақтары шыннан да дәмді екен. Балмұздақ. Дина әпше бар ғой. Әр адамға өзінің бір туған жері ыстық қой. Бірақ Шымкенттің өзінің бір сондай Шашлыга. Шашлык емес. Атмосфера? Атмосферасы. Сондай атмосферасы болады. И то Шымкентке бір келген адам қайта-қайта келгісі келе береді екен ғой. Дәл солай. Сосын Шымкентте бәрі арзан ғой бізде. Басқа жатқан бар. Келсем. Алла қаласа сөз берем, біздің жобадан кейін Шымкенттің танымалдылығы одан әрі өседі. Құдай қаласа. Әсіресе жастардың қызығушылығы артады. Ой, сіз әлі көрмеген, бармаған мыңнан жер бар Шымкентте, айтшы. Ештеңе етпейді, барамыз, көреміз. Құдай қаласа. Дина әпше, сіз біраз боласыз ба Шымкентте әлі? Мен уақыт Қалайсың, сәлем. Жақсы шүкір. Қалайсыңдар? Дина, біз Абылай екеуміз саған түнгі Шымкентті көрсетейік деп келдік. Қалай қарайсың? Білмеймін, енді қаланың сыртына апарып лақтырып кетпесеңдер болды. Болмаса біз апарып тастайық. Жоқ, Нұржан, біз Сабира үшеуміз көрсететін жерлер. Таныстырмайсың? Құдай қаласа болашақ келіндеріңіз болады. Сәлем сақ қой. Абылай. Сабира. Кеттік онда. Кете берейік онда біз. Сендер жүре беріңдер. Рахмет. Жақсы, Дина әпше. Жақсы, Нұржан. Алло, Сабира, тез кел үйге. Ау? Қару ауырып қалды. Ыстығы көтеріліп тұр ма не? Тез келші үйге. Жақсы. Қазір келем. Не болды, Сабира? Ой, мен балам ауырып жатыр екен. Мен сіз аралауға тура келіп тұр.
әрине. Нұржан! Мені де жеткізіп тасташы. Ада, жүріңіз. Көлік ана жерде тұр. Жүріңіз. Қыдыра береміз ба? Қарсы болмасаңыз, қыдырайық. Жүріңіз. Жүр. Жақтан келіп, кәдімгідей келіп, ұшып келіп. Иә. Енді жалпы біздің Шымкенттің тарихы өте тереңде. Оны бірі біледі, бірі білмейді. Алло? Балам, әкеңнің шамалы мазасы болмай жатыр. Үйге келіп кетесің бе? Ғашығым бегама асылым менің аймалың болайын сенің бегама қарақат көздеріңмен жүректі жараладың келеттің қайтейін көк өректі іздіңа қалғанда бір мен үшін жарала кереме сезім беріп мағанда сен менің тереңіме жеттің байқатпай ақырын қарап шығып ендігім бар ойды азап қылып ұнатып қалғанымды сездің асылым сездің жүректі ездің асылым Сіз Дина ренжімеңіз. Мен ауылға барып келейін. Сосын түнгі қаланы міндетті түрде аралатамын. Сол ештеңе етпейді, әрине әкеңіз сау болып кетсін, сол ең бастысы. Рахмет. Ауылдан ертең түстен кейін келетін шығармын. Менің жұмыстың бәрін ретте беремін өзім, сондықтан алаңдамаңыз ешкім. Мен сізбен бірге ауылға барам. Ауылға? Сіздікі жай ма? Ауылға барым келіп тұр, ода тұрған не бар. Егер де жоқ десеңіз, онда... Жоқ деппін ғой. Әрине, иә. Асқар, өләбің күшті күн болды ғой. Нұржан екеуміз базарға бардық. Азық түлік алдық. Оның жартысын таратып тастадық еще. Жақсы екен. Ақшаларың жетті ғой? Иә, жетті жан. Рахмет. Сен болмасаң, ылғи маған қолдау көрсетесің ғой сен. Басталды. Отырей. Алло. Қалайсың? Жақсы?
қойшы. Тыныштық па? Иә, әрине барып қайт. Дина? Ол не істейді о жақта? Абы... Иә, жарайды, өзің шеш. Сәлем айт. Жарайды. Не болды? Ана, Абыштың әкесі ауырып қапты. Қойшы. Соған ауылға барып қайтайыншы дейді. Бар деді мен. Мен барып, Дина бірге барам дейді. О, не қатысы бар? Абыштың әкесі қайда, Дина қайда? Қатырдай. Барса не бопты? Барса, екеуінің де басы бос. Жүре берсін. Сен немеге соншама ашуланасың ол? Әлде сен қызғанып жүрсің ба? Қай-қайдағын айта бермеш? Екеуің басы бос болған не қатысы бар? Мен Динаны қызғанып? Мен оған бір тапсырма бердім. Соны уақытысында бітіру керек. Клиенттердің ақшасын алып қойғанбыз. Ол енді ергіп ауылда жүр. Қалай үлгереді? Жарайды, солай болғай. Балам, сен қалайсың? Не істедің бүгін? Мен күні бойы қоңырауларға жауап беріп отырдым. Офистегі қызметкерлерге шай, кофе тасыдым. Шай, кофесі несі? Мен енді қабылдау бөлмесінде отырған жоқпын ба. Ол жақта адамдар кофе мен шайға тоймайды екен. Асқар? Сен ұлымыздың неміне хат шығып қойдың ба? Кофесі несі, шай несі? Бизнес үйрет дедің ғой, бизнес. Қошандағыңды. Ертеңнен бастап әкеңнің артынан қалма. Жанында жүр, үнемі қарап жүр, қайда не істеп жүр, қалай бизнес жасайды. Ұқтың ба? Сен де бір арманың бітпейді екен. Жарайды. Ертең менің қасымда кабинетімде отырады. Түсіндің ғой? Ертең бүкіл қағаздармен таныстырамыз. Балам, қайда Алзай апа. Денсаулығыңыз аман есестер ма? Құдайға шүкір. Ойбай. Абылай. Ойбай, айналайын қарағым. Келін әкел жатырмын деп неге айтпайсың? Қызықсың, өзің қатырасың. Айналайын сол. Қош келдің құлыңсың. Айтпайсың ба, ертерек дайындалу керек дегендей. Мен барып көршілерге барып берейін. Ана Әлиже, Әлима, Қанижат кім біледі тағы да. Мен барып берейін. Тоқта. Бұл келініңіз емес, бұл келін емес ешқандай. Менің әріптесім. Бір компанияда бірге жұмыс жасаймыз, я. Ойбай, көтек не дейді? Онда неғып жүр ойбай, Неғып жүргенде, енді әкем ауырып қалды деп ала шапқын жасап аяқ астынан сосын екеуміз асығыс осылай шығып кеттік. Орамалыңыз тағыңыз енді. Ойбай, Тамаққа түскенде шашыңыз. Не, айтпақшы, Дина, менің анам Гүлжан. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Ал жарайды балам, әкең ана жақта. Сендер үйге кіре беріңдер, мен шай қойып жіберейін. Мен сізбен барайын, көмектесейін. Жоқ, қажет емес, мен өзім-ақ дайын тұрмын ғой. Ештеңе етпейді жүріңіз. Жарайды, жүре қойыңды. Айналайын сол. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай, әке? Құдайға шүкір балам, жақсымын. Денсаулығыңыз қалай? Жақсымын балам. Міне, әке, дәрілеріңізді алып келін. Уақытымен ішу керек. Уақытымен ішпесеңіз, дәрі көмектеспейді. Бекерге өре болғансың балам. Дәрілерім жетеді. Аллаға шүкір, бәрі де бар.
Әке, мен сізді ошол қалаға алып кететін шығармын, сол жақта емдетем. Жүзіңіз тым солғын тартып кетті. Қалаға? Иә. Қайдағы қала? Ауылда да жақсы мамандар бар. Кәрілік келген балар. Кәрілік дейді. Қайдағы кәрілік әке? Жап-жассыз ғой қылшылдап тұрған. Осы жолы апаммен келісіп сізге екінші әйел жағын қарастырсам ба деп ойлағам ғой. Балам-ай, балам, жаратқан ием, анаң екеумізге мына сенің қуанышыңды көруді жазсын. Әмин. Көресіз, әке, көресіз. Не болды сонымен, екінші әйел алатын болдыңыз ба? Менен бұрын сізді үйлендірсек дұрыс болар еді осы, а? Бісміллә. Қызым, ояндың ба? Қайырлы таң. Қайырлы таң, жаным. Қалай? Жақсы ұйықтадың ба? Иә, керемет. Ауылдың ауасы болған соң ба ұйқым қанып тұрды. Иә. Мен саған киім алып келдім. Ой, несіне әуре болдыңыз? Ана үстіңдегі ыңғайсыздау болар. Осыны ауыстырып киіп алуға жарайым? Жарайды. Содан кейін шайға шығарсың. Жарай ма? Апа? Ернартайдың үлкен баласы үйленді ма, Нәби? Оңғайсы да? Бюро баша? Ана бюро басы ма? Соны білмейді екен. Карантинде кімнің үйленіп, кімнің ажырасқанын ұқпай қалдық қой. Иә. Қызым, келе ғой, кел шай ішейік. Апа, онда мен мал жайға қора жаққа бара берейін, е? Көйлегіңсің бұл. Ай, қызым, орамал неге тақпағысың? Қажет емес, апа. Оның үстіне таға алмайды екем. Неге? Қыз балаға орамал таққан жарасады. Кәне әкелмен тағып беру ойын. Кәне? Қыз бала деген орамал тағып жүру керек. Сол кезде шашы жинаққа жүреді. Ешқа жерге түспейді. Сосын шашы да қалың болып өседі. Әдемі болып жүреді. Кәне, оның үстінде қазақ қыздарына орамал деген әдемі жарасады. Білесің бе? Қандай әдемі болып қалды? Солай ма? Әдемі жарасады өзіңе орамал. Ой, тағып жүр. Рахмет. Әзіріне саған шай қоям. Қалай ұйықтадың? Ой, керемет. Ауылдың шайын сағынған шығарсың, ә? Негізі ауылда өстім, иә. Шай ішіп ой. Иә, қай жердің қызы боласың? Солтүстіктен. Тіпті білінбейді. Солтүстіктің адамдарының тілі орысшалау болады деп шеді. Сенің қазақшаң жақсы ғой. Мен апамның қолында өстім ғой. Ол кісінің қазақшасы керемет еді. Содан болар бойымызға жақсылап тұрып бір сіңген. Жөн екен. Бізде Абылайға бар жақсысын бердік қой. Қатарынан кем болмаймыз деп, әкесі екеуміз жақсы адам болу үшін бәрін жасадық. Көрініп тұр, апа. Иә. Қатарының алды, жұмысы да жақсы. Оның үстінде бізге жақсы көмектесіп тұрады. Туысқандарының бәріне көмектеседі. Өзі жомарт, мәрт. Тек сол
жалғыз жүрген жанымызға батады. Оның қатарларының бәрі баяғыда үйленіп отбасылы болған. Ал ол болса, бір қызды ұмыта алмай әлі жүр. Олардың араларында не болды? Қысмай, сендер де түсіну қиын ғой. Қазіргі жастардың өзінің ойы бар, өздерінің арманы бар дегендей. Абылай бір қызбен бас қосқан. Сөйтіп екеуі үйленетін болып шешті. Біз де қарсы болған жоқпыз. Содан той болатын күні жаңағы қыз, мен жаспын, жұмыс істеуім керек деп хат жазып, Абылайды тастап кетті. Содан бері қанша уақыт өтсе де Абылайым айыға алмады. Бірақ та біз үмітімізді үзбейміз. Сол ғой кеше. Сені көрген кезде үмітім қайтадан жанғандай болып еді. Айып етпе жүрей ме? Уайымдамаңыз апа, бәрі жақсы болады. Иә. Ал. Шай іш, ыстықтай іш. Ой, шайыңыз керемет енді. Әке? Не ерте тұрбаңыз, жат демалмаңыз ба ешкене? Мен тәуірмін. Енді шамалы ауырғаным болмаса. Анан ғой, байбалам салып саған хабарласып жүрген. Балам, дені жақсы бол екен. Тәрбиелі, ашық. Өзі екеуіңнің араларың қалай, Араларыңыз деңіштегі. Айттым ғой, әріптесім, досым. Біздің кезімізде қыз бен жігіт бірге жүрсе, ниеттері, ойлары әрде болады. Біз тек үйленетін қызды ғана ертіп жүрші едік. Ал сенде түсінуден қалдық. Бір нәрсе болса, досым, әріптесім дейсіңдер, Ой, әке сізде. Не әке, Не әке? Әп-әдемі қыз. Әр нәрсені бір ойлап басыңды қатырмай, одан да жаныңдағын бағала. Өзіңде көріп отырсың, анаң екеуміз бір күн ауыру, бір күн сауымыз. Бізде ел қатарлы келін сүріп, немере сүйегіміз келеді. Жасың болса 30-ның үшеуінде, ал сенің жүрісің болса мынау, бір қызға ие бола алмайды. Досым, әріптесім дейді ғой. Дұрыс айтасыз, әке. Сіздікі жөн. Бірақ енді мен ойымда өйтіп енді ауырып қалу дегенді қойыңыздар енді. Үйленгенде енді уақыт дегенде үйленеміз, әзір жаспын ғой мен. Кішкентай баламын ғой. Күшті. Міне? Осылай турайтын болып тұрсыз ғой, сонда? Осындай құрлығымыз бар. Осылай тураймыз. Әйтпесе мұнан бәрін қолмен кесіп отыратын болсаңыз енді. Әрине, уақыттың бәрін алады ғой. Міне осылай тураймыз да жайып қоямыз. Сосын кептіреміз. Қанша уақыт келеді сонда бұл? Бір апта, бір 10 күнде келіп қалады. Содан кейін қыс бойы сосын алып ішеміз. Бізде қарақат, бүлдірген тереміз. Содан варенье қайнатамыз. Ой, апамның тосаптары керемет еді. Емес, әр елдің салты басқа деген ғой. Бізде күн суық қой. Сондықтан көкөністер бар да, бұлай қақ істемейді екен бізде. Енді ауа райына қарай. Не өседі, соны азық қылады ғой адамның бәрі. Бізде енді қазір көкөніс көп. Сосын текке қалмасын дейміз да, осылай қағы жасаймыз. Соған да шүкір.
босқа бұзылып кетпесін дейміз. Ой, мен барып тағы да тұрып келейін. Көмектесейін ба? Көресің бе? Көргім келіп тұр. Бола ма? Көрсең жүр. Көрсең, қарағай, елебай. Бұлғыр. Иә, мен астына қоямыз. Ал, соны мана аласың. Сиыр салайын деп жатқан сияқты. Саласың. Ал жақсы әке, амансың болыңыздар. Аман бол балам. Біз жүрдік енді. Ей, Абылай. Апа? Мынаны қалаға барған соң жейсің. Ой, апа, қалада бұның... Мұнаң бәрі бар ғой қалада. Мен бізге жолдан Ақмешітке соғамыз, бірден соқпаймыз бізге. Ей, ауылдағылай, қайдан болсын? Маған бере беріңіз. Алама жолым. Үйге барғасын, шай ішесін жарай ма? Үйге келіп тұр. Жарай ма? Жей келіп тұр. Ал, жолдарың болсын балаларым. Аман есен жетіп алыңдар. Жақсы, сізде енді еркелегенді қойыңыз енді, өйтіп қорқыта бермеңіз адам. Ал, жақсы әке. Амансың болыңыз. Апа, жақсы. Бірден керек болса хабарласасыздар ғой. Иә. Аман жүріңіздер. Жақсы. Жолдарың болсын. Ал, жолдарың болсын. Абайлап жүріңдер. Жақсы, апа. Әке, жақсы, сау болыңыздар. Кембар, Дина өте жақсы қыз екен. Біздің баламызға осындай адам керек. Иә, рас айтасың. Маған да ұнады. Баламыздың ақылы болса, осы қыздан айырылмау керек. Кім біледі, мүмкін біздің келініміз болып қалар, а? Ауыл, айтқаның келсін. Қой жүр, үйге кірейік. Шай ішейік, а? Жүр, шай ішеміз. Бұл Ақмешіттің көріне байланысты аңыз әңгімелер өте көп. Соның бірі есіркеп қой келді. Батырға қатысты әңгіме. Өзінің 10 мың сарбазымен жауға жоңғарларға қарсы шапқыншылыққа аттанады. Сонда жолда қатты нөсер, тұман. Бір сөзбен айтқанда әскер қозғала болмай қалады ғой. Сонда осыны келіп жаңағы паналайды. Таң намаздарын оқиды, ас ауқаттарын ішеді. Содан жаңағы жігіттердің бірі мына үңгірді сіздің атыңызбен атайық деп ұсыныс тастайды ғой Қойгелді батырға. Сонда Қойгелді батыр үзілді кесілді қарсылығын білдіріп айтады. Жоқ, бұл өзімізге атымызға пана болды, таң намазымызды оқыдық, мінәжат жасадық. Бұл жерді Ақмешіт деп атайық. Бұл Қаратаудың қасиеті дарыған үңгір. Сол себепті менің атымен емес, керегелерді ақ ұлпадай аппақ екен тастар, Ақмешіт болсын деп, содан ұрпақтан ұрпаққа өсіп Ақмешіт деген атаумен келген қасиетті үңгір. Бұл жүргенде өзім көріп отырғанда өте көп кісілер келеді. Біреу перзент сұрайды, біреу мінәжат жасайды. Біреу бала сұрайды, біреу байлық сұрайды. Біреу дертіне дауа сұрайды. Біреу мәңгілік махаббат сұрайды. Ерекше әсерде тұрмын. Алдан есмесін, молдан болсын, 41 қызыр жетіп балдарым айналайын. Бастарға бақ болсын, ұзақ өмір берсін, денсаулық болсын. Алдан есмесін, молдан болсын, білек қабыл мұрасал көргендері жас болсын. Аллахың сүргендері болсын, балам. Рахмет. Әмин, рахмет. Негізі Қазақстанның кез келген жері керемет. Бірақ Ақмешіт ерекше. Құдайдың құдіреттілігін айтамын да, қаншалықты әдемі етіп жаратқан.
байқаймын саған қатты ұнаған сияқты ғой. Негізі менің ойымша сол жерде де дамыту керек сияқты. Танымалдылығын арттырып, турлар жасап, әлеуметтік желіде дамытып дегендей. Бізде ондай әдем жерлер өте көп. Құдай қаласа, бірге әлі талай қыдырамыз ғой. Әрине. Айтпашы, қарны ашты ма? Ашты. Соншалықты жер жүрдік, әрине ашты. Болды онда. Қазір жолдың бойында бір жақсы жер бар. Енді тамағын айта алмаймын. Бұл жердің бар ғой, кәуабы бүткіл Шымкентке хит қой. Оны жемей кету күнә енді. Мақтаған кәуаптың дәмін көрек олай болса. Жаным сол, қалайсың? Ой, рахмет жаным. Баяғыда біз бала кезден айналысатын бұл кісілер осы кәсіппен. Әлі күнге дейін. Басында кішкентай ғана еді, бір бұрышы ғана. Алла. Бір нәрсе сұрасам бола ма? Сұра. Кішкентай балалар жұмыс істейді екен, мына жақта. Бала еңбегін пайдалану емес па ол? Жарайды, түсіндім сен. Бүкіл әлем үшін, сен үшін ол солай көрінетін шығар, ал бізде Шымкентте ол кәдімгі тәрбиенің бір түрі, үйреншік нәрсе. Рахмет. Енді, мысалға, мен өзімде бала кезінде осындай кішкентайымнан тірлікке араласып үйрендім. Су тасыдық, отын жардық, мақта тердік, шабыққа бардық дегендей. Бала кезімізден. Ол деген жастайынан шынығып өскен жақсы ой. Сусын да саттық көшенің бойында. Кейін сол үйренгеніміздің барлығы үлкен өмірде де керек болды. Яғни баланы кішкентайынан еңбекке баулу. Әрине, баланы жастан... Қатынды бастан. Иә. Сау. Кел алсыншы. Иә, рахмет, қазір мен шығып қайтайын. Қарындас, таныспаймыз ба? Полиция шақырам қазір. Ешқандай полицияның керегі жоқ. Өу, таныспаймын деп тұр ғой, құлағы керек ма не сен? Бауырым, араласып болсайшы ондайға. Кешіріңіз, туалет осы жақта ма? Қалайсың, бәрі дұрыс па? Жүр кетейік. Осы Дина мен Абылай ағаның арасында бірдеңе бар-ау, Сен де бір байқамайтынды байқап, тіміскіленбей жүрші. Қалай байқамайсың, екеу бір-бірін көздерімен стрелять етіп тұрды ғой? Білмеймін. Басында итпен мышық құсап екеу ырылдасатын да жүретін бар ғой. Шай ма, бір нәрсең бар ма? Қарны ашып кетті. Немене постоянно келіп шай сұрай бересің? Ана орыстарда сөз бар ғой, от любви до ненависти один шаг деген. Екеу сондай болып жүр ғой. Оның үстіне Абылай аға кәдімгі жігіттің сұлтаны ғой, бейт, әдем. Дина де красавица, екеу негіз бір-біріне жарасады, Мүмкін. Немене кісі болсын, мүмкін. Деп. Өлейін, не айтам басқа? Жоқ, сан адам құсап әңгімелі отырмыз ғой, нормально қосылып отырсай? Бопты ал, не болды ары қарай? Жоқ, мен сен жүретін қызымын ғой, мен мың сөз айтып жатырмын, сен бір сөз айтып, деп өзің арасында әрең келесің. Телефоныңды алмайсың.
не айтса енді болып не болды? Қойшы, айтпаймын. Қызық емес уже. Болды, кетіп қалды. Пойыз ушел. Дені саумыз ба? Кімін? Қарындасым, шай ма бір нәрсе бересің? Әкемеңдер, вообще әкемеңдер. Басқа жақтан барып ішсін. Әкемеңдер. Болды, баршы. Жақсы. Рахмет. Жалғыз өзіңді сүйгізіп, жалғыз өзіңді жалғыз өзіңді жалғыз өзіңді Бонсуай, Дина. Сен қалай кірдің мұнда? Мен ашпайтын есік жоқ, сен оны жақсы білесің. Айтпақшы, көршіңмін.